келесіздер ме оқушылар? Көңіл қалай? Жақсы, сабағымызды бастамас бұрын кішкене серік түсәрімізді бір-бірімізге ыстық лебіздерімізді білдіруге ортаға шығайық. Дөңгелек болып бір-бірімізге бүгінгі күнге сәттілік не болмаса. Жақсы, бастай ғой. Ақбота, сен бүгін сабақта белсенді болуын тілеймін. Рахмет, Іңкар. Ерлік, саған әрбір күні жақсы өтуін тілеймін. Рахмет, Ақбота. Абылай ешқашан алма. Рахмет. Асыл Оспан батырдай әрқашан батыр бол. Айдана, Оспан батыр күлмеш. Оспан батырдың анасы Қайша анамыздай мейірімді бол. Ахмет апай, сіздің бізге жақсы сабақ түсіндіріп, аш сабағын жақсы өткізуіңізді тілеймін. Рахмет, Дайдан бүгінгі күнге сәттілік тілеймін, жоғары бағалы. Рахмет апай, әйгерім бүгін жоғары бағалауыңызды тілектеспін. Рахмет. Ахмет, бүгінгі күніңді көңілді өткізуіңізді тілектеспін. Амина, бүгінгі күнің ерекше өтсін. Рахмет, Ахмет. Жұлдыз, сен сәрсенбай сәтті күнінде күнің сәттілікке толы болсын. Рахмет. Жалпы барлық сыныпқа айтарым. Оқушылар Бүгінгі сабақ сәтті өтсін. Енді қарап тұрсаңдар, тақталарында, сендердің столдарында гүл түрі, біреуі лотос гүлі, біреуі қызылда. Енді менің қолымда мынандай қызыл конверт бар. Осы күміс конверт бар. Осы күміс конверттің ішінде осы гүлдің күлтелері жазылған. Сендер біртіндеп таңдап шығып, сол күлте бойынша гүл құрастыруларың керек. Жақсы, жарайды. Отырғанымыз ең сол бойынша құрастырайық. Жақсы, жалпы біз өткен сабақтарда Оспан батыр туралы өткен болатынбыз. Соған байланысты есі бүгін тақырыбымыз поэма. Осы Оспан батыр поэмасындағы енді осы сабаққа кірісу барысында қолдансаңыздар болады, күлдеріңізді құрастырсаңыздар болады. Жақсы. Енді Оспан батырға байланысты сұрақтарымыз бар, миға шабуыл ретінде бірнеше екі сұрақ қойайын. Бірінші сұраққа Оспан батыр поэмасы не туралы? Әйгерім жауап береді. Оспан батыр поэмасы бізде Оспан батырдың өз еліне деген көмектесуі, өз елін құтқаруға деген көмегі және ел үшін бәріне дайын болғаны. Жақсы. Жалпы жауапкершілігі туралы. Жақсы. Екінші сұрақ, поэманың негізгі идеясы қандай деп ойлайсың? Елдің ерлігі үшін ғазиз басып Оспан батырдың жалпы өмірін көрсетуде. Жақсы. Жалпы тек Оспан батыр емес, сол секілді батырлардың ерлігін дәріптеуі. Жақсы, жарайсыңдар. Енді жалпы біз енді ойын ойнайық. Пазл әдісі арқылы, яғни сендерге белгілі бір осы уақытқа дейінгі өткен кейіпкерлерді өз шығармасына сәйкестендірулерің керек. Жақсы, бұны тақтаға шығып орындайық. Кім келеді? Күй аңызы. Жалпы бір-бір нәтиже қанша көп жетеді, бір-бірден шығып, білетіндеріңді өз шығармасына сәйкестендіреді.
салдарды шықты, жақсы, жарайсың егі. Дұрыс таптың, себебі бұл жерде сурет шықты, жақсы. Бейбасыл келе ғой. 판. Иә, Тегімді. жақсы. Жақсы, отыра ғой. Енді қышасында шыға ғой. Енді арияш. Момыш, жақсы. Тағы, дәрін шыға ғой. Өзіңе таныс кез келген кейіпкерді бүктіріп көрсең болады. Иә, жақсы. Мен шыға ғой, Алина шыға ғой. Ахмет, келе бер. Оспан батыр. Жоқ, келе ғой, өзің дұрыс тағы мені қандай шығармадан көрдің? Батыр баянда қандай ханның аты естілетін еді? Ханның бірақ Естемес. жоқ. Жоқ. Батыр баянға, иә? Батыр баянда. Жарайсың, жарай. Айлана. Ақыры. Нұрғожай батыр бізде. Батыр баянда емес қой. Нұрғожай батыр осы Оспан батырдағы қателеспесеге. Жақсы. Жарайсың. Жақсы. Мен шықсам болады ма? Балғыншылықта бізде қалың күресін бар. Иә, жарайсың. Мен Шыға ғой. Иә, мен жайын келесін. бізде күйеуіміздің басты кейіпкері еді. Кызлар мен тапсырдым. Жарайсың. Теке поэта. Жоқ, неге күйеуіміздің да тұр? Несі шығармасын таңдай? Иә. Өзі шыққан яғни енді Қабылбек. кім шықпады? Абылай шықты ба? Иә. Қабылбек бізде? Жоқ. Қабылбек Жәнібектің жауы ғой. Шыққан осы шыққан ұядағы. Жақсы, жарайсыңдар. Саған рахмет. Осы уақытқа дейінгі шығармаларды есіңізге бір түсіріп алдық, иә? Жақсы, және де біздің мына сурет қандай сурет шықты? 15 мың әскермен жаңағы. Иә, жарайсың. Жақсы, жарайсың. Енді тақырыбымызға қайтадан оралайық. Енді біз жазғы әдісінен қандай кейіпкерлерді таптық және де? Оспан Оспан батыр. Жақсы. Енді бізге ойын ойнаймыз. Бізде екінші тапсырма балалар өздеріне ұнаған кейіпкерлерді, яғни сондайсыңдар, бір белгілі бір ойын қоясыңдар көріңіз. Мен мынанша деп айтпаймын, өздеріне ұнаған жерлеріне қойсаңдар болады. Ойлануға 3 минут беремін. Алтайдан асып қандай шыңдарға қандай белестерге жетемін деп ойладым.
Kimdey arsızlığa bulunduğu Burada aşıkça okuyoruz. Netice vereyim. Оспан тауға аттанған күні көрші әйелдер шешесі қайшаның құлағын жеді. Не ойлағаны бар балаңның? Неге тоқтатыңдар? Ертең Қытайлар келіп жанымызды көзімізге көрсетеді ғой? Деп күңкілдей жөнелді. Қайша әжей тыңдап болды да: Баламды осы күрес үшін тудым. Қаншама ғасырлар бойы Қытайлар бізді қаншама ғасырлар бойы сиырды бауыздағандай бізді бауыздап келеді. Қаншама қандасымыз қырылды. Егер де қорықсаңдар, барып Қытайдың аяғына жабылыңдар. Барып баламның жасырынған жерін айтып беріңдер. Деп шорт кетті. Ой, апа, олай демеңізші. Қазақ деген атымыз бар ғой. Кім баласын ұстап береді малғұн жауға? Сөйге жамандамаңыз. Қандай, қатында қай бір ақыл болады дейсіз? Деп шыр-пыр етті әлгілер. Жақсы, жарайсыздар. Өте тамаша. Сау денсаулық болсын. Болашақ жақсы. Енді екінші топтың Оспан Батыр мен Дәлел ханның кездесуі. Оспан хан, мен дәлелді алып келдім. Дәлелді қай жерден таптың? Тығылған жерден таптың де. Сен дәлел, неге өз еліңді сатып кетесің? Еліңді сатып. Сен биік шыңдарға жетеміз деп ойладың ба? Сенде арсыға біздің қазақ елінде орын жоқ. Кешіріңізші. Сен сияқты адам кешірімге лайық емес. Екінші қайталанбайды. Қайттан өзімнің жайыма келемін, кешіріңізші. Арсыздарға орын жоқ дегенмен сен қазақ деп өзіңді қалай санайсың? Ата-бабаң сенің осы жерге осындай болсын деп әкеліп өсіртпеді. Біз осы үзінді тыңдаған себебіміз бұл жерде қазақ еліндегі Дәлел атты сатқынның басқа елде өзі төре болғысы келген туралы. Ол қазақ елін сату арқылы өзі Дәлел хан аталады. Қызылдардың арасында хан болғанмен қазақтардың арасында арсыз болып кеткен себебі осы. жарайсыздар, өте тамаша. Сауықтың ішінде, көріністер, қоя біліңдер. Сендерге ризашылығымды білдіремін. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Жалпы бізде келесі тапсырма алғыр ойыншылар, яғни бұл жерде çok жұмыс жасаймыз. Сіздерге белгілі бір уақыт аралығында жақсы және жаман кейіпкерлерге мүйіздеме, яғни бүгінгі тақырыбымыз кейіпкерлердің бейнесін ашу, сол секілді екі жақсы және бір топқа жаман. Оны біз жеребе тастау арқылы білейік. Бірінші таңдаңыздар. Екі топтан
жағын кім таңдайды және оң жағын кім таңдайды? оң жағын біз таңдаймыз. Онда лақтырып көрейік. Елтаңбаны кім таңдады? Елтаңба. Ондай елтаңбадағы жақсыны алаштар жақсы күйіп кетеді, ал оң түскен әйгерім тобы жаман күйіп кетеді. Нақты бір құрышпен, өзіңізбен не болмаса, өз сіздермен үзіндімай таңдауға болады. Бірақ нақты дәлел болу керек. Міндетті түрде көп емес. Ең аз дегенде 2-3 күндерді негізін ашып дайын болып қалса, белін бересіз қойына. Жарайсыңдар, бірінші. Болды ашып қойылады. 28 болды. Жақсы, жағымсыз кейіпкерлер. Бізге берген тақырып бұл жағымсыз кейіпкерлер, және де бізде бірінші болып Абылай Дәлелхан туралы айтқысы келеді. Дәлелхан өзінің туған жері, яғни туған өлкесі, өлкесін сатып, сол сатқындықпен оны жағымсыз кейіпкерлер қатарына алды. Сатқындық жері қай жерде байқалады? Ол қызылдармен бірге қосылып, Алтайды жаулап алған кезде байқалады. Одан кейінгісі ол қызылдар, яғни осы Дәлелханға қосылып орыс кәпірлерін істегені, яғни Оспан ханның 2 ұлы болады. Бір әйелін оларды тұтқынға алып, оларды өлтіреді. Аяусыз өлімге салады. Оспанның отбасын. Балаларының құлағын кесіп өте қатты қиын болғандығын бейнелейді. Жағымсыз кейіпкер ретінде біз тағы жапондықтарды алдық. Себебі жапондықтар Оспан батырдың атынан шпион жіберіп, қызылдарға көмектескісі
келеді. Қыздарға көмектесіп оны өлтіргісі келеді. Сол себепті жағымсыз кейіпкер ретінде алдық. Тағы бір алған жағымсыз кейіпкеріміз бұл орыс командирі болады. Оны жағымсыз кейіпкер деп алған себебіміз ол Оспанға басында Айла арқылы өзіне түсіріп алғысы келеді Оспанды, бірақ кейіннен ол қолынан келмегендіктен Оспанға өз күшімен беріл, өкіметке қосыл деп бұйрық береді. Жақсы. Енді сендерге бір тапсырма. Бұл жердегі көбі топтық. Командир, қызылдар, жапондар. Бұлар белгілі бір аты жоқ, поэмада кездескенде. Енді сендердегі дәлел. Белгілі бір кейіпкерге мінездеме беру керек. Дәлелханға мінездеме беру керек. Дәлелхан өз басын ғана ойлайтын, ар намысы жоқ, айлакер, Қарабасының қамын деп өзінің елін сатып, келесі күні қызылдармен бірге өткізіп, солармен еліне сатып отырған. адамгершілігі өте аз. Сатқындықтың биік құмарлық байқалады. Ойында биік құмар. Таққа дейін солай күштер жоқ. Жақсы, жарайсыңдар біріншті. Отырамыз оның сақтың. Бізге берілген тапсырма жағымды кейіпкерлер. Оспан Батырдың анасы Қайша анамыз ол өте жақсы ана. Себебі ол жаңағы Оспан Батыр 15 әскермен Алтайды қайтар алуға барған кезде жаңағы көрші басқа әйелдер, сол елдің әйелдері балаң не ойлағаны бар, баланың біз оның кесірінен біз зардап шегеміз ғой дейді. Сонда анасы мен оның сол батырлық үшін тудым, ол елінде халқына көмектесетін батыр деп айтады. Жақсы, жарайсыңдар. Менің таңдаған кейіпкерім ол Есімхан мен Ырысхан. Себебі олар деген Қытайлар мен қызылдардың көрсеткен қорлығына қарсы шығады. Сол себепті мен оларды жағымды кейіпкер деп Мен жағымды кейіпкер деп оны Алихан Төрені алдым. Себебі ол Оспан Батырға Алтай жерін табыстап кетті. Мен жағымды кейіпкер деп Азизаны алдым. Ол Алаштың батыр қызы, яғни Алтай жерін құтқарып қалған батыр қыз. Менің таңдаған кейіпкерім Оспан Батыр. Бәрімізге оның жағымды кейіпкер екені белгілі. Себебі ол жерін қорғаған батыр. Және ол ақын оның сыртқы пішінін де суреттегенмен қатар ішкі жан дүниесінің эволюциясын да жақсы суреттей білген. Және ол кісі сөзге сараң болғанымен сөз айтқан кезде түйеден түскендей дүңк еткізіп айтатын керемет батыр болған. Соңғы бізде жағымды кейіпкерлерге жеті батыр, осы Оспан Батыр поэмасы басталар кезінде осы жеті батырды сипаттап кетеді. Олар осы Алтай жері барлығын салып, сен тұр мен атайын деген өте мықты жігіттердің бірі болады. Олар Оспан Батырмен бірге жерлесіп Алтай жерін құтқару үшін қызылдарға, Қытайларға қарсы шығып көптеген өздері амал тауып, бірақ соңында бұл поэманың соңында бұл жеті батыр жан-жаққа шашырап кетеді. Аяғына дейін бірге болмайды. Жақсы, жарайсыңдар. Енді біздегі негізгі басты кейіпкеріміз Оспан болғандықтан Оспанға мінездеме беріп кетейік. Оспан Батыр өзінің еліне адал болған, олар қанша оны қинап өлтірем десе де ол ешқашан жоқ, олай өзі өмірін телемеуге өзінің елі үшін, өзінің қандастары, жерлестері үшін өзінің басын өлімге тыққан батыр, адал болған, ержүрек, мықты батыр. Жақсы. Және өте қарапайым. Иә, қарапайым. Және де ермінезді. Жақсы. Енді және суретін көрдіңдер, иә? Суретіне қарап қандай сырт келбетін сипаттай аласыңдар? Салмақты, қатал, көзқарасы сұсты, иә? Ірі денелі ме деп? Ірі денелі, бойша келген. Жақсы, иә, сақалы бар, себебі ислам дініндегі Батысты иә, жақсы.
тағы да қара или ақ. Қара. Қаралау келген. Жақсы, жарайсыздар, отырайық. Тамаша. Енді біз келесі сыйғырған шарлары. Яғни, екі топтан ең мейлінеген, ең мықты екі оқушы шығын керек. Бұл сиқырлы шар деп аталатын себебі ішінде сұрақтар жасалған, ал егер де сұраққа жақсы жауап бере алған болсаңыз, онда сіздерді сый күтіп тұр. Жақсы, ал ортаға менен деген сыйлықты екі топтан, мына жақтан Амина мен жақсы, кезекпен жарайды. Мен бірінші сұрақпен бірінде оқысаңыз жағаннан кейін, сосын да келесіде қайтадан жауап беріңіз. Себебі кішкене ойлануға уақыт беремін. Ал ойласаңыз жарайды. Бірінші шардан алсай. Сұрақты оқимыз. Оспан Батырға кімнен қайдан хат келеді, хатта не туралы айтылған? Жақсы. Енді келесі Аминада да бар. Сен оған дейін ойланып отырасың. Оспан Батыр болашақ ұрпаққа қандай өсиет қалдырды деген. Жақсы. Келесі. Оспан Батырдың қайтпас қайсарлығына поэмаға қай жерінде көрініс табады? Жақсы. Ақбота. Оспанның қол жинап жауға шабуының ең басты себебі? Жақсы. Енді Бегасыл жақсы ғой, ә? Бегасыл бастаймыз. Оспан Батырға командирден хат келеді, хатта өкіметке бағыну туралы жарлық айтылған. Жақсы. Және де тек бір адамнан хат келе ма, одан басқа? Әлихан Төреден. Әлихан Төреден хат келеді. Иә, одан не туралы айтылды? Алтай жерін аманаттап тапсырып сол кезде. Аманатқа қалдырып, және де оған көмектесуге даяр екендігі туралы айтылады. Жақсы, жарайсың. Амина. Менде Оспан Батыр болашақ ұрпаққа қандай өсиет қалдырды деген сұрақ берілді. Осы Оспан Батыр поэмасын оқып бастамас бұрын Оспан Батыр туралы іздеген кезде Оспан Батыр осы дүниеден өтетін кезде соңғы айтқан сөзі ғалым Қалибек есімді ақын Оспанның өсиеттері деп өлең жазған екен. Соны оқып сол өсиеті бар. Дариғай бастан дәурен ұшқалы тұр, ер Оспан қара жерді құшқалы тұр. Қайтейін қызыл тілім байланып тұр, алдымда ата жауым дұшпаным тұр. Несіне сұм ажалдан жасқан аман, мендегі басқа қайғы, басқа уайым. Туған жер құшағында ашымаған, келе топырағымды жастанайын деп көптеген өсиеттер қалдырып кеткен. Осылай туған жерін қимайды. Жарайсың, бізден кейін үшін жарайсың. Осы Оспан поэмасында, яғни осы поэмасында көзге түскен жағы ол осы Оспанның қайтпас қайсарлығы болады. Ол осы қайтпас қайсарлығы өзінің балаларын өлтіреді, екі баласын өте аяусыздықпен өлтіреді. Сол кезде ол керіс шегінбей, өзінің елін қорғау үшін алдыға қарай жүрген кезде ол осы қайтпас қайсарлығын білдіреді, жүректі тебірентетін кезде осы жерде ойлайды. Жарайсың, жақсы. Оспанның қол жинау себебі және де оның шабуылға ең басты шығу себебі, бұлардың ең бастысы ол өзінің елі үшін, жері үшін және де оның анасы айтқан сөздері үшін оның осы шайқаста Алтайды, қазақ жерін аман алып қалу үшін жауға шабуылға шығуының себебінің бірі. Ал екіншісі бұл Әлихан Төренің жіберген хаты. Ол жерде ол мен саған сенемін, қазақ елі саған аманат, Алтайды аман алып қал дейді. Ал үшінші себебі ол өзінің отбасынан айырылады.
сол отбасы текке кетпесін деп, зардап шеккен десек болмасын деп, ол 15 мың әскермен қазақ елін аманат етіп алып қалады. Жақсы, жарайсың, алла. Жақсы. Тақтаға шыққан төрт оқушыда сұрақтарға өздері жауап берді. Визасыңызды күтемін, орныңызға жайғасайық. Жақсы. Енді жалпы осы сабағымызды қорытындылай кетейік. Жалпы осы Оспан батыр поэмасындағы кейіпкерлер бейнесіне өздерінің ойларыңды білдіре кетсеңдерші. Қандай да бір өздерінің көңілдерінен шыққан кейіпкерлер болса, батырдың менің көңілімнен шыққан кейіпкердің біріншісі бұл Оспан болса, екіншісі бұл Азиза батырқызы. Менің көзіме түскен себебі және де оның ұнаған себебі, ол қыз болғандығына қарамастан, елдегі сол кездегі сенімдерге қарамастан өзінің елін қорғап алу үшін 15 жасында шайқасқа шығады. Жақсы, жарайсың. Әйгерім тапай. Маған бұл поэмада көзіме түскен кейіпкердің бірі ол Чайболсын болды. Себебі Чайболсын Оспан батырмен бірігіп Алтай жерін құтқарып қалғысы келді және қызылдардың қару-жараққа көмектеспегеніне қарамастан күш біріктіріп Оспанмен Алтай жерін құтқарып қалды. Жарайсың, Әйгерім байқампаз екенсің және екінші топтарына сөйлейтіндер бар ма? Менің көзіме түскен кейіпкерлер ол Есімхан мен Рысқан болатын. Олар өздерінің бастарына қауіп төніп тұрса да қызылдар мен Қытайларға қарсы шығып, барынша өздерінің қолдарына келген көмегін, қару-жарақпен болсын оларға қамтамасыз етіп, Оспан батырға барынша қолдау білдіріп көмектескен болатын. Және де анасы Қайша ол өте баласының істеп жатқан істерінің дұрыс емес, ол өзінің өлімге кететін еліне де қиянат жасап, оқтар таста деп айтады ғой, сол кезде тастамағаны қате екенін біліп тұрса да ол барынша баласының еңсесін түсірмеу үшін оған барынша қолдау білдіріп көмектескен болатын. Баласының батыр болып тәрбиелеуге тырысты, иә? Жалпы бұл айтылып өткен кейіпкерлердің барлығы сол замандағы барлық ащы шындықтардың барлығын бетін ашуға өздерінің септіктерін тигізді. Иә, жарайсың. Дұрыс айтасың. Ахмет айтамын. Мен осы кезде Әлихан төремен жеті батырды туралы. Әлихан төре ол осы Оспан батырға өз елін сеніп тапсырады. Яғни бұл жерде біз Әлихан төреның өте адамдарды өз-өзіне сақтайтынын және де ол батырдың ерлігін көріп оған сенім бергенін, сеніммен тапсырғанын біле аламыз. Және де ол өте мықты батыр болады. Және де осы жеті батыр туралы айтатын болсақ, олар сондай мықты батырлар болады, бірақ ең өкініштісі олар ең соңына дейін бола алмайды. Әлихан төре нағыз қазақ ері болады және өзі алыста болса да қазақ елін аман алып қалу үшін бар қолынан жиған тек нең бар көмектеседі. Қол бәйттан оған жаңағы Қайша маған жаңағы көзіме ыстығандай өзіме жақсы жағымды кейіпкер болған ол жаңағы Қайша анамыз. Себебі ол жаңағы анша-мұнша аналар жасап бермейді ел жасап. Мысалы кейбір аналар өз баласын өлімге қимайды ғой. Ал жаңағы өз бастарын емес елін қамын ойлап, болашақ алға келатқан ұрпақтар ойлап жаңағы өз жерлерін аман алып қалды. Оспан батырдың Оспан батырдың Алтай жерін алып қалғанның бір себебі жаңағы сол Қайша анамыздың жаңағы жігерлерінде жаңағы өзінің қолдауының арқасында болды деп ойлаймын. Дұрыс, әрине. Енді сізге қандай кейіпкер ұнады? Іңкәр қорытындылауға дайынсыз, Маған ба? Қай кейіпкер ұнады деуге болады? Оспан батырдың өзі. Несімен? Ол шаш жүрек, жүрек деп айтамыз ба? жау жүрек.
батыр, иә, елді жері үшін өзінің жаныңызда иә. отырсам жақсы да. Жалпы осы Оспан Батыр поэмасы көптеген тәрбиелік мән береді деп ойлаймын. Себебі бұл жерде Оспан Батырдың жаңағы ел үшін жаңағыдай басын тігіп шыққандығы, елін жерін қорғағандығы, сосын анасының жаңағыдай үлгі беріп, өзінің баласын қиып, жаңағыдай Қытайлардың бізді басып алмас үшін, Қытайлардың алдында жорғаламау үшін баласын өзінің бауыр етіп баласын жібергендігі жайлы сондай нелерге барғандығын жеткізеді. Яғни тәрбиелік мәні көп деп көп Қарауысы, иә, ер үшін, жер үшін қана жанын аямаған ерлердің, иә, ерлігін дәріптеу тұғын, иә, жақсы. Енді бізде соңғы бір ауыз сөз, яғни бүгінгі сабақтан не түйдіңіз және сабақ несімен қызық болды, бүгінгі сабақ саған пайдалы болды ма? Ахмет Мен осыны айтқым келеді. Бүгінгі сабақта не түйдің деген сұраққа негізі Оспан Батыр туралы мен поэманың тек жартысын оқыған едім. Бүгін толығырақ түсіндім. Және көріністерде де бірінші топтың және өзіміздің көріністерде де көп нәрсе түйіп алдым. Сабақ несімен қызық болды дегенде ойындар, сіз жасаған ойындар өте қызықты өтті. Ол менің білімге деген құштарлығымды одан әрі арттырып сабаққа ынталанып отырдым. Бүгінгі сабақ маған өте қызық болды және пайдалы болды. Себебі бұл менің болашағыма керек. Әлі мысалы 3 жылымыз бар, сол кездерде мен ойланбастан бірден осы қиын сәттерде осыны қолдана алатын ойлаймын. Жақсы, жарайсың. Бүгінгі сабақтан менің түйген ең басты ойым, біздер осы Оспан Батыр сияқты батырларды біздің қазіргі кезімізде дәріптеуіміз керек. Оларға құрмет көрсетіп, солар сияқты батырларды аналарымыз тәрбиелеу керек деп ойлаймын. Біз де өзіміздің інілерімізді сондай батыр қылып тәрбиелеуіміз, көмектесуіміз керек. Сабақтың қызықты болғаны оның өту барысы. Сабақ өту барысында өзіміз көптеген жаңағы ойларды түйдік, одан басқа да сабақ өте қызықты өтті. Бүгінгі сабақта пайдалы болғаны, біздер өзіміздің батыр аналарымыз, батырларымыз туралы көп біліп, өте пайдалы сабақ өткіздік. Жақсы, жарайсың. Менің бүгінгі сабақтан түйген ойым, ол осы туған жерімізді, елімізді қамқор болуымыз керек. Қандай жағдай болмасын, оған құтқара білуіміз керек. Сабақ несімен қызықты болды? Маған сабақ қызықты болды және қызықты болған себебі көрініс қойған сәтіміз. Көріністе поэмадағы үзінділерді қою арқылы біз оны толықтай меңгере алдық десем де болады. Сабақ пайдалы болды. Сабақта Оспан Батырдың бізге тастап кеткен өсиеті жайлы білдім және поэма жайлы толық мағлұматтар. Жақсы, жарайсың. Рахмет әйгерім. Жұлдыз, сосын қазір. Бүгінгі сабақта не түйдің? Жалпы бүгінгі сабақта біздің тәуелсіз ел болуымыздың іргетасы қалай қаланғанының барлығын түсіндім. Және де аманатқа қиянат жоқ дейді ғой. Сол еліміздің барлық болашағы біздің қолымызда. Сабақ несімен қызықты болды? Бағана берілген тапсырмаларды орындау барысы және топтық жұмыс қызықты болды. Бүгінгі сабақ саған пайдалы болды ма? Әрине пайдалы болды. Бағанаға айтып өткен қиянат жоқ дегенім, болашағымыздың барлығы біздің қолымызда, ал болашақтың жарқын болуы ол біздің тарихымыздан басталады. Тарихымызды білу болашаққа деген бір қадам. Яғни біз жарайсың, рахмет. Жалпы бірінші сұрақ, бүгінгі сабақта не түйдің? Яғни біз бағана жаңағындай жағымды кейіпкер, жағымсыз кейіпкер деп бөлдік қойып, сол уақытта көбінесе жағымсыз кейіпкерлерге өз қара басын ойлап қалған адамдар түсетін, ал жағымды кейіпкерлерге көбінесе жаңағындай елі, жері үшін қорғаған адамдардың
түсетінін білдім. Яғни елін жерін қорғаған адамдар көбінесе жаңағыдай жағымды кейіпкер болатынын түйдім. Сабақ көбінесе көріністен, яғни үзінділерді көрініс арқылы жеткізу мен үшін қызық болды. Ал бүгінгі сабақ пайдалы болды ма? Бүгінгі сабақ әрине пайдалы болды. Себебі бүгінгі жаңағы Оспан Батыр поэмасынан біз көбінесе тәрбиелік жаңағыдай түйін ала аламыз. Жақсы, жарайсың, айтамын. Бүгінгі сабақтан не түйдім? Мен бүгінгі сабақта сол замандағы халықтың ерліктерін өзім ойыма түйдім. Әсіресе қыз болғандықтан Қайша анамыздың ерлігін. Сабақ дейсімен қызық болды. Бүгінгі сабақ бізде бірге ұйымшылдықпен топтаса отырып жұмыс жасағанымыз қызық болды, көрініс қойғанымыз қызық болды. Бүгінгі сабақ саған пайдалы болды ма? Иә, бүгінгі сабақ маған пайдалы болды. Себебі біз Оспан Батырдың болашаққа келеген, қазіргі таңға керек ерліктерін, өсиеттерін білдік. Жақсы, жарайсыздар. Сіздерге белсенді қатысқандарыңыз үшін рахмет. Мен енді сіздерге үй жұмысына тапсырма. Ер адамдармен қыз балаларына бөлек тапсырма беремін. Ер адамдарға эссе жазып беру, яғни егер де мен Оспан Батыр секілді болсам, иә болмаса Оспан Батыр секілді батыр болсам. Ал қыз балаларына Қайша анамыз секілді ана болсам деген тақырыптар. Енді жалпы Қайша анамыз яғни әлі тұрмыс құрмаған болғандықтан сіздерге әйелдік жағынан емес, жалпы өр мінезді қыздарды туралы ой қозғап жазып келеді. Жақсы, рахмет. Бүгінгі сабаққа белсене қатысып